Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоларымды жоғалтып алмас үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бүгін біз сіздермен бірге үй жағдайында суши дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 500 грамм күріш керек. Күрішімізді 3-4 рет жақсылап жуып, мөлдір болғанша жуып аламыз. Күрішке құятын суымыздың көлемі күріштен 2 см асу керек. Күрішімізді 20 минут көлемінде қайнатып аламыз. Күрішіміз қайнап дайын болғанға дейін рисовый уксусымызды дайындап аламыз. Ол үшін кесеге 25 грамм су, 25 грамм уксус, 45 грамм қант, және 6 грамм тұз керек. Барлығын жақсылап бір келке болғанша араластырып аламыз. Осымен біздің рисовый уксусымыз дайын. Енді біз оны дайын күрішке салатын боламыз. 20 минут көлемінде піскен күрішіміз дайын. Енді оны ыдысқа салып, рисовый уксуспен бірге араластыратын боламыз. Уксусымызды салып болғаннан кейін 3 рет 10 минут сайын араластырып тұрамыз. Сушидің бетіне шапка дайындайтын боламыз. Ол үшін бір кесеге майонез, аджика немесе кез келген ащы соус керек. Ірімшікті майдалап теркадан өткіземіз. Қызыл икраны салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Рисовый уксусымыз күрішке сіңіп болды. Енді 150 грамм күрішті алып, нориге видеодағыдай бір келкі қылып жағып шығамыз. Қиярымыздың шетін кесіп, майдалап турап ортасына саламыз. Краб таяқшаларын да майдалап кесіп, дәл солай ортасына саламыз. Видеодағыдай сушиімізді асықпай, бір келкі қылып орап шығамыз. Сушидің сыртына кунжут себеміз. Немесе 10 бөлікке бірдей қылып кесеміз. Темір ыдысқа пергамент қағазын төсеп, сушиімізді қоямыз. Енді сушиге арналған дайын шапкамызды бетіне жағып, пешкеге саламыз. Қызып тұрған пешкеде 2 минут көлемінде пісіріп аламыз. Осымен біздің пісірілген сушиіміз дайын. Қалауыңызға қарай унаги соус және кунжут сепсеңіз болады. Енді біз барлығымыз жақсы көретін қуырылған цезарь сушиін дайындайтын боламыз. Ол үшін дайын піскен тауық төсетін майдалап турап кесеге салып, үстіне майонезбен жақсылап араластырып аламыз. Қуырылған цезарьімізге 150 грамм күріш керек болады.
болады. Күрішті видеодағыдай нориге жақсылап бір келке қылып асықпай жағып шығамыз. Қиярдың шетін кесіп, майдалап турап, күріштің үстіне саламыз. Қуырылған цезарьдің жанына қалауыңызға қарай тауықпен бірге қызанақ және айсберг капустасын қоссаңыз болады. Видеодағыдай асықпай нығыздап орау керек. Норидің шеті жақсылап жабысу үшін шетін сумен сулап аламыз. Енді дайын болған ролымызды қуырып алу үшін бізге кляр керек. Клярды дайындау үшін ұн, жұмыртқа және су қосып барлығын бір келке болғанша жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған клярымызға ролымызды клярға, сосын панкоға видеодағыдай 2 реттен аунатып аламыз. Ролдың өзін және екі шетін тағы да туралап аламыз. Тағы бір рет панкоға аунатып, қызып тұрған майға 1-2 минут көлемінде қуырып аламыз. Қуырылған ролымыздың майын сіңіріп алу үшін салфетке 1-2 минут көлемінде ұстаймыз. Майы сіңіп болғаннан кейін ролымызды 8 немесе 10 бөлікке бөлеміз. Осымен біздің піскен және қуырылған сушыларымыз дайын. Рецепт ұнады деген ойдамын. Каналды қолдап, қоңыраушаны басып, лайк басуды ұмытпаңыздар.